Ойланып көрдіңіз бе? Бүкіл әлем жыл сайын кедей елдерге триллиондаған доллар көлемінде көмек көрсетеді, бірақ соған қарамастан ең кедей адамдардың басым бөлігі кедейліктен шыға алмай келеді. Бір қызығы, кейбір кедей адамдардың тамаққа ақшасы жетпей тұрса да, тамақ алуға жұмсағаннан гөрі ақша жинап, теледидар сатып алғанды жөн көреді. Ал тегін вакцина қолжетімді тұрғанда, неге кейбір ата-аналар балаларын вакцина алуға бармайды? Керісінше, пайдасы аз дәрілерге ақша жұмсайды. Сырт көзге қарағанда мұндай әрекеттер мүлде қисынсыз көрінеді. Бірақ бүгін мен сізге осы әрекеттердің артында жатқан, көпшілігіміз бұрын толық түсінбеген бір маңызды шындықты айтып беремін. Бұл кітаптың атауы «Кедейліктің мәні». Оның авторлары Абхиджит Банерджи мен Эстер Дюфло. Олар 15 жыл бойы әлемнің 5 құрлығындағы ең кедей аймақтарды зерттеп, 18 мемлекет пен аймақта күн сайын $1 аз қаражатпен өмір сүретін адамдардың тұрмысын зерттеген. Олар кеңседе отырып есеп жазған зерттеушілер емес. Олар кедейлер тұратын аудандарға барды. Африкадағы ауылдарға кірді. Үндістанның көшелерінде адамдардың күнделікті өмірін зерттеді. 2019 жылы осы зерттеулер үшін 2 автор да Нобель экономика сыйлығына ие болды. Ал олардың негізгі қорытындысы кедейлік туралы қалыптасқан түсінігімізді түбегейлі өзгертеді. Олардың айтуынша, адамның кедей болуының басты себебі оның жалқаулығы емес. Мәселе кедейлік тұзағында. Бұл тұзақтың ең қорқынышты жері адам одан шығуға тырысқан сайын, кей жағдайда керісінше, одан сайын тереңдей түседі. Ал жасаған әрбір әрекеті нәтижесіз қалғандай көрінеді. Бүгін біз кедейліктің мәні кітабын тереңірек талдаймыз. Мен сізге кедейлік тұзағының не екенін, оның қалай жұмыс істейтінін, және одан қарапайым адам қандай сабақ ала алатынын барынша түсінікті тілмен айтып беремін. Бұл тек кедей адамдар туралы кітап емес. Бұл адам табиғаты, таңдау және әрқайсымыздың шешім қабылдауымыз туралы кітап. Қазіргі қаржылық жағдайыңыз қандай болса да, бұл кітаптағы ойлар сізге көп нәрсені түсінуге көмектеседі. Бірінші бөлім. Кедейлік тұзағының негізінде не жатыр? Өзіңізді алып үлкен сырғанақтың түбінде тұрмын деп елестетіңіз. Сырғанақтың беті май жағылғандай өте тайға. Сіз жоғары қарай бар күшіңізбен өрмелеп келесіз. Әрбір қадамға орасан зор күш жұмсайсыз. Бірақ сәл ғана әлсіреп, күшіңізді босатсаңыз, қайтадан төмен сырғып кетесіз. Одан да қорқыныштысы, неғұрлым жоғары көтерілген сайын, соғұрлым көп күш жұмсайсыз. Ал төмен қарай құлау үшін бір ғана сәт жеткілікті. Кедейлік тұзағы дәл осындай. Кітапта бұл құбылыс өзін-өзі күшейтетін тұйық шеңбер ретінде сипатталады. Адамның ақшасы аз болғандықтан дұрыс тамақтан алмайды. Дұрыс тамақтанбағандықтан ағзасы әлсірейді. Денесі әлсіз болғандықтан толыққанды жұмыс істей алмайды. Жақсы жұмыс істей алмағандықтан табысы азаяды. Табысы азайған сайын кедейлігі тереңдей түседі. Міне, осылайша тұйық шеңбер пайда болады. Әрбір кезең адамды төмен қарай тартып тұрады. Бірақ мәселе мұнымен ғана шектелмейді. Зерттеушілерді ерекше таңғалдырған нәрсе кедей адамдардың осы тұзақтың ішінде қабылдайтын шешімдері болды. Өйткені олардың әрекеті дәстүрлі экономикалық түсініктерге әрдайым сәйкес келе бермейді. Дәстүрлі экономикадағы қарапайым түсінік бойынша адам өзіне ең пайдалы шешімді таңдайды. Егер сіз өте кедей болсаңыз және жиі аш жүрсеңіз, қолыңыздағы әрбір тиынды тамаққа жұмсауыңыз керек сияқты. Дұрыс па? Бірақ зерттеу нәтижелері бұдан әлдеқайда күрделі жағдайды көрсетті. Кітапта мұндай көптеген мысал келтіріледі. Африканың кейбір ауылдарында отбасылар табысының едәуір бөлігін тойларға, жерлеу рәсімдеріне және мерекелік шараларға жұмсаған. Кейбір отбасылар тіпті қарыз алып, барынша сәнді әрі абыройлы рәсім өткізген. Үндістанда зерттеушілер кедей адамдардың табысының орта есеппен 7%-ын қант пен шай сияқты аса қажетті емес өнімдерге жұмсайтынын анықтаған. Ал Мароккода бұл көрсеткіш 8%-ға жеткен. Сонымен қатар көптеген кедей отбасылардың үйінде тамақ жеткіліксіз болса да, теледидар, радио, тіпті ұялы телефон болған. Сырт көзге бұл түсініксіз көрінеді. Неліктен адам тамаққа ақшасы жетпей тұрғанда қымбат жерлеу рәсімін өткізеді? Мұндай әрекеттерге бірден ақылсыздық деп баға беру оңай. Бірақ екі автордың ұзақ зерттеулерінен кейін бұл таңдаулардың артында терең психологиялық және әлеуметтік себептер жатқаны анықталды. Кедей адамның өмірі өте ауыр. Ол күн сайын тіршілік үшін күреседі. Болашақтан үміт азайған кезде адам үшін бүгінгі күндегі кішкентай қуаныштың өзі өте маңызды болып кетеді. Мысалы, теледидар жай ғана тұрмыстық техника емес. Ол адамның күнделікті ауыр өмірінен бір сәтке алыстап, сыртқы әлемге көз салуына мүмкіндік беретін терезе. Ал жерлеу рәсімі жай ғана дәстүрлі шара емес. Ол отбасы мен қоғам арасындағы байланысты сақтайтын маңызды әлеуметтік әрекет. Сонымен бірге бұл адамның қоғамдағы абыройын, қадірін және өз орнын сезінетін санаулы сәттерінің бірі. Басқаша айтқанда, кедей адамдардың мәселесі олардың ақылсыз немесе жауапсыз болғанында емес. Олар бізден мүлде басқа жағдайда таңдау жасайды.
Күн сайын тіршілік шегінде өмір сүріп, болашақты қараңғы көрген адам дәл қазір аз да болса қуаныш әкелетін нәрсеге ұмтылады. Тіпті ол таңдау ұзақ мерзімде жағдайын қиындатса да. Бұл суға батып бара жатқан адамға ұқсайды. Ол сабыр сақтап күшін үнемдеу керектігін біледі. Бірақ қорқыныш оны тоқтаусыз бұлқынуға мәжбүр етеді. Нәтижесінде ол өзін құтқарудың орнына одан сайын шаршайды. Екі автор мұндай жағдайды танымдық салық ұғымымен түсіндіреді. Кедейліктің өзі адамға түсетін орасан зор психологиялық ауыртпалық. Ол адамның күш-қуаты мен назарын күнделікті мәселелерге жұмсап қояды. Сондықтан ұзақ мерзімді жоспар құруға, болашақты ойлауға және дұрыс шешім қабылдауға ішкі ресурсы азаяды. Бұл ерік-жігердің әлсіздігінен емес. Бұл адамның миының ұзақ уақыт бойы қысым жағдайында жұмыс істеу ерекшелігі. Екінші бөлім. Кедей адамдардың негізгі салалардағы таңдауы. Енді кедей адамдардың денсаулық, білім және басқа да маңызды салаларда қандай шешімдер қабылдайтынын қарастырайық. Оларды кедейлік тұзағынан шығармай тұрған нақты механизм қандай? Алдымен денсаулық мәселесінен бастайық. Кітапта жүрек ауыртатын бір дерек айтылады. Көптеген кедей аймақтарда мемлекет пен түрлі көмек ұйымдары тегін вакцина, тегін масаға қарсы тор және таза ауыз су ұсынады. Бірақ оларды пайдалану деңгейі өте төмен болып шығады. Мысалы, Африканың кейбір елдерінде безгек жыл сайын сансыз адамның өмірін жалмап келеді. Ал безгектің алдын алуға арналған масадан қорғайтын торлар адамдарға тегін дерлік таратылады. Бірақ көптеген отбасылар мұндай торды қолына алғанымен оны тұрақты түрде пайдаланбайды. Бірақ көптеген отбасы масадан қорғайтын торды мүлде пайдаланбайды. Кейбіреулері оны тіпті балық аулауға қолданады. Бір түрлі көрінеді, солай ма? Адамның өмірін сақтап қалатын зат тұрғанда, оны неге пайдаланбайды? Екі автор бұған өте қызықты түсініктеме береді. Олардың айтуынша, мәселе ақпарат пен адамның әрекетін дұрыс ұйымдастыруға байланысты. Кедей адамның масадан қорғайтын торды пайдаланбауы оның безгектің қауіпті екенін білмегенінен емес. Мәселе оны пайдалану үшін күнделікті әдетті өзгерту қажет. Әр кеш сайын торды төсектің үстіне қайта-қайта ілу керек. Оны үнемі қолдану үшін тұрақты түрде күш жұмсау қажет. Ал адамның табиғатында жалқаулық бар. Бұл бай мен кедейге бірдей тән қасиет. Айырмашылығы, ауқатты адамдардың күнделікті көптеген әрекеттерді автоматтандыруға мүмкіндігі бар. Мысалы, төлемдерді автоматты түрде жүргізу, медициналық тексеруден алдын ала белгіленген уақытта өту және тағы басқа. Ал кедей адамдарда мұндай ыңғайлы жағдайлар жоқ. Бұдан да маңыздысы, олардың заманауи медицинаға деген сенімі төмен. Өмірлік тәжірибесі оларға былай дейді. Ауырып қалсаң, емханаға барасың. Дәрігер бірнеше дәрі жазып береді. Оларды ішкеніңмен бәрібір жазылып кететініне кепіл жоқ. Ендеше неге уақыт пен ақша жұмсау керек? Ал ақ халат киіп, шағын жеке емхана ұстайтын дәрігерлердің қызметі қымбат болғанымен, олардың емдеу тәсілдері әрдайым ғылыми негізделе бермейді. Бірақ олар науқасқа ине салады. Ал инъекция жасау әрекетінің өзі адамға ерекше әсер береді. Науқас өзін дәрігердің назарында тұрғанын, оған нақты ем жасалып жатқанын сезінеді. Бұл жерде мәселе адамның күтуі мен психологиялық қабылдауында жатыр. Кітапта менің ерекше есімде қалған бір мысал бар. Үндістанның кейбір ауылдарында зерттеушілер балаларын вакцина алуға келген отбасыларға бір келі жасымық берген. Нәтижесінде вакцина алатын балалардың үлесі бұрынғы 6%-дан 38%-ға дейін өскен. Көрдіңіз бе? Адамның әрекетін өзгерту соншалықты қиын емес. Ең маңыздысы, дұрыс тәсілді табу. Кедей адамдар өздерін және отбасын қорғағысы келмейді деген сөз емес. Оларға кейде аз ғана қосымша ынталандыру мен әрекетті жеңілдететін жағдай қажет. Бұдан шығатын сабақ мынау. Адамның мінез құлқын өзгерткіңіз келсе, тек мақсаттың өзіне назар аудармаңыз. Оның жолындағы көзге көрінбейтін, ұсақ болып көрінетін кедергілерге назар аударыңыз. Көбіне адамның жолын бөгіп тұрған негізгі себеп дәл сол ұсақ кедергілер болады. Білім мәселесі. Енді білім саласына келейік. Бұл саладағы зерттеу нәтижелері де қалыптасқан түсініктерді түбегейлі өзгертеді. Кітапта көптеген кедей отбасылардың балалары мектепке шынымен барып жүргені айтылады. Бірақ олардың мектепте алған білімінің көлемі өте аз. Бұл олардың ақыл-ойы жетпегендіктен емес. Мәселе білім беру жүйесінің дұрыс құрылмауында. Көптеген дамушы елдерде мектеп бағдарламалары қоғамның ең білімді, таңдаулы тобының деңгейіне қарай жасалған. Мұғалімнің түсіндіретін тақырыптары тым күрделі. Оқушының нақты білім деңгейі ескерілмейді. Негізгі әріптерді танудың өзі қиын болып тұрған бала алгебралық теңдеулерді, күрделі тарихи оқиғаларды тыңдап отыр. Ол мұндай сабақтан не үйренеді? Одан да сорақысы, көптеген мұғалімдердің өздері де сапалы педагогикалық дайындықтан өтпеген. Оқыту әдістері ескірген. Кейбір мұғалімдер сабаққа жиі келмейді. Осындай жағдайда кедей отбасының баласы білім алып жатқан жоқ. Ол уақытын бос өткізіп жатыр.
Бірақ ең ауыр мәселе бұл да емес. Ең ауыр нәрсе көптеген кедей ата-ананың білімге деген көзқарасы. Олар білімді балаларының барлығына бірдей берілетін мүмкіндік ретінде емес, үлкен бір бәс тігу сияқты қабылдайды. Олардың мақсаты әр баланың білімнен пайда көруі емес. Олар балаларының ішіндегі ең ақылдысын таңдап, соған бар күшін салуды көздейді. Сол бала болашақта биікке көтеріліп, бүкіл отбасын кедейліктен алып шығады деп күтеді. Осының салдарынан отбасының шектеулі қаржысы бір-екі баланың оқуына көбірек жұмсалады. Ал қалған балалар назардан тыс қалады. Бұл ақылға қонымды инвестициялық стратегия ма? Белгілі бір тұрғыдан қарағанда иә. Өйткені кедей отбасының ресурсы өте шектеулі. Олардың барлық баласына бірдей сапалы білім беруге қаржылық мүмкіндігі жетпейді. Бірақ мәселе мынада. Мұндай бәс тігудің соңы көбіне сәтсіздікпен аяқталады. Өйткені ерекше назар аударылған баланың өзі нашар жұмыс істейтін білім беру жүйесінің ішінде сапалы білім алып, жақсы маман болып шығуда қиындықтарға тап болады. Олар білімді бағаламайды емес. Керісінше, олар білімге тым үлкен үміт артады. Сондықтан білімді кедейліктен шығаратын жалғыз жол ретінде қабылдайды. Бірақ олар үміт артқан білім беру жүйесінің өзі оларға тең мүмкіндік бермейді. Үшінші бөлім. Кәсіпкерлік және қаржы. Енді үшінші бөлімге кәсіпкерлік пен қаржы мәселесіне келейік. Бұл жердегі зерттеу нәтижелері менің кедей адамдар туралы түсінігімді одан әрі өзгертті. Сіз шағын несие деген ұғымды естіген шығарсыз. Ұзақ уақыт бойы шағын несие кедейлікті шешудің ең тиімді құралдарының бірі ретінде қарастырылды. Логикасы өте қарапайым. Кедей адамның кедей болуының себебі оның бастапқы капиталы жоқ. Егер оған шағын несие беріп, дүкен ашуға, қажетті құрал-жабдық сатып алуға жағдай жасаса, ол кәсіп бастап, табысын арттырып, кедейліктен шығады деген түсінік болды. Бірақ кітап авторлары бұл мәселені терең зерттегеннен кейін жағдайдың әлдеқайда күрделі екенін анықтады. Біріншіден, шағын несиелердің пайыздық мөлшерлемесі өте жоғары болады. Тіпті кедейлерге көмектесетін қайырымдылық ұйымдарының өзінде жылдық пайыздық мөлшерлеме жиі 20-30%-дан асады. Шағын кәсіппен күн көріп отырған адам үшін мұндай қарызды өте оңай емес. Екіншіден, кедей адамның кәсіп бастауында одан да маңызды бір мәселе бар. Оның нарығы тым шағын. Клиенттерінің өзі кедей. Мысалы, кедейлер тұратын ауданда шағын азық-түлік дүкенін аштыңыз делік. Сіздің көршілеріңіздің барлығы сіз сияқты кедей. Олардан қанша тауар сатып алуға болады? Одан да қиыны, кедей адамдар көбіне бірдей кәсіппен айналысады. Бір көшеде дәл сондай тауар сататын 10 шағын дүңгіршек тұруы мүмкін. Бәсекелестік күшейеді. Ал пайда мөлшері өте аз болады. Кітапта кедей кәсіпкерлердің жағдайын сипаттайтын амалсыз кәсіпкерлер деген ұғым қолданылады. Көптеген кедей адам кәсіпті кәсіпкер болуды армандағандықтан бастамайды. Олар жұмыс таба алмағандықтан өзін-өзі асырау үшін амалсыздан сауда жасауға немесе шағын кәсіппен айналысуға мәжбүр болады. Оларда бизнес жүргізу дағдысы жоқ. Нарықты терең талдау тәжірибесі жоқ. Бизнесті кеңейтуге деген нақты жоспары да жоқ. Олар жай ғана күн көру үшін күресіп жүр. Мұны тағы бір мысалмен түсіндірейік. Суға батып бара жатқан адамды елестетіңіз. Ол бар күшін салып, су бетінде қалуға тырысып жатыр. Оның бар мақсаты батып кетпеу. Сіз одан бір уақытта жүзу жарысына қатысуды талап ете алмайсыз. Кедей адамның кәсібі де дәл осындай жағдайда. Ол жоғары көтерілу үшін емес, сол жерде құлап қалмау үшін күресіп жүр. Бұдан қандай сабақ аламыз? Кей жағдайда тұрақты жұмыс адамның кедейліктен шығуына кәсіпкерліктен де көбірек көмектеседі. Кітапта кедейлікті сәтті азайтқан аймақтарда негізгі рөлді көбіне шағын несие немесе кәсіпкерлік курстар емес, индустрияландыру мен урбандалу нәтижесінде пайда болған тұрақты жұмыс орындары атқарғаны көрсетіледі. Кедей адам зауытқа жұмысқа орналасып, тұрақты жалақы ала бастағанда ғана оның өмірі біртіндеп тұрақтанады. Бұл ой аса романтикалық естілмейді. Жігер беретін әдемі ұран да емес. Бірақ зерттеу деректері бізге көрсететін шындық осы. Енді жинақ ақша туралы сөйлесейік. Бұл да ойландыратын мәселе. Шын мәнінде кедей адамдардың да ақша жинағысы келеді. Бірақ олар ақша жинай алмайды. Неліктен? Өйткені айналаңыздағы адамдар сіздің қолыңызда аз да болса артық ақша бар екенін білген сәттен бастап, сізге түрлі өтініштер келе бастайды. Туысыңыз қарыз сұрайды. Досыңыз көмек сұрайды. Қауымдастықтағы біреудің тойы, жерлеуі немесе басқа да маңызды шарасы өтсе, одан да өз үлесіңізді қосуыңыз күтіледі. Кедей адамдар бір-бірімен тығыз байланысқан әлеуметтік ортада өмір сүреді. Бұл орта бір жағынан олардың қауіпсіздік желісі болса, екінші жағынан өздеріне түсетін ауыртпалыққа айналады. Сіз біреуге көмектесуден бас тарта алмайсыз. Өйткені ертең өзіңіздің басыңызға қиындық түссе, сізге де ешкім көмектеспей қалуы мүмкін. Бірақ өзгелерге үнемі көмектесу өз жинағыңыздың біртіндеп таусылуына келеді. Міне, бұл өте қиын таңдау.
Кедей адамдармен неғұрлым тығыз аралассаңыз, сол ортада неғұрлым көп өмір сүрсеңіз, ақша жинау да соғұрлым қиын болады. Кітапта осы мәселені шешуге арналған қызықты тәсілдер айтылады. Мысалы, Африканың кейбір аймақтарында зерттеушілер кедей адамдарға құлыпталатын ақша жәшігін берген. Оның ешқандай пайызы болмаған. Бірақ соған қарамастан, адамдардың ақша жинау деңгейі айтарлықтай өскен. Бұл қарапайым жәшік не үшін қажет болды? Ол адамға сылтау берді. Ақша сұрап келген адамға: кешіріңіз, ақшам құлыптаулы тұр. Оны қазір ала алмаймын деп айтуға мүмкіндік берді. Сырттай қарағанда бұл өте қарапайым әрі тіпті күлкілі шешім сияқты. Бірақ ол шынымен нәтиже берді. Бұл бізге тағы бір маңызды нәрсені көрсетеді. Адамның мінез-құлқын өзгерту үшін оның табиғатын өзгертудің қажеті жоқ. Кейде қоршаған ортаны өзгерту жеткілікті. 4-ші бөлім. Көмек және мемлекеттік саясат. Енді 4-ші бөлімге келейік. Менің ойымша, бұл кітаптағы ең көп пікірталас тудырған әрі ең маңызды бөлімдердің бірі. Ұзақ уақыт бойы экономистер кедей адамдарды кедейліктен қалай шығаруға болатыны туралы екі түрлі пікірді талқылап келді. Бір тарап: кедей елдерге ауқымды көлемде көмек көрсету керек. Қаржыны жеткілікті мөлшерде бағыттап, кедейлік тұзағынан бірден шығуға жағдай жасау қажет деп есептеді. Екінші тарап: сырттан берілетін көмек нәтиже бермейді, тіпті зиян келтіреді. Өйткені ол адамдарды көмекке тәуелді етеді және жемқорлықты күшейтеді деді. Екі пікірдің де өз жақтастары болды. Бұл пікірталас ондаған жылдарға созылды. Бірақ нақты ортақ шешімге келе алмады. Ал кедейліктің мәні кітабының авторлары бұл мәселеге мүлде басқа көзқарас ұсынады. Олардың айтуынша, көмек пайдалы ма, пайдасыз ба деп сұраудың өзі дұрыс емес. Дұрыс сұрақ: қандай көмек тиімді, ал қандай көмек тиімсіз? Алғаш естігенде бұл қарапайым сөз сияқты көрінеді. Бірақ оның артында өте маңызды ғылыми тәсіл жатыр. Екі автор кездейсоқ бақылау арқылы жүргізілетін тәжірибелер әдісін даму экономикасына енгізген зерттеушілер. Олар медицинадағы клиникалық зерттеулердің әдісін экономикаға қолданды. Қарапайым тілмен айтқанда, кеңседе отырып теория туралы ұзақ пікірталас жүргізгенше, нақты жерге барып тәжірибе жасау керек. Қай әдіс шынымен нәтиже береді, соны тексеру керек. Олар жүздеген тәжірибе жүргізіп, күтпеген көптеген қорытындыға келді. Мысалы, жоғарыда айтқан жасымық беру тәжірибесі. Баласын вакцина алуға келген отбасыға аз ғана ынталандыру беру вакцинация деңгейін айтарлықтай арттырды. Тағы бір мысал, сыныптағы оқушы санын азайту және балаларға тегін тамақ беру. Мұндай қарапайым өзгерістер оқушылардың сабаққа қатысу деңгейін едәуір арттырды. Бұл зерттеулердің барлығына ортақ бір ерекшелік бар. Олар үлкен теорияға емес, нақты механизмге назар аударды. Екі автор дәстүрлі көмек көрсету тәсілдерінің көбінде сынға алды. Олардың айтуынша, көптеген көмек бағдарламаларының сәтсіздікке ұшырауының себебі бағдарламаны жасаған адамдардың кедейлердің нақты өмірін толық түсінбеуі. Олар кедей адамдарды әрдайым рационалды әрекет ететін адамдар деп қабылдайды. Ақпарат жеткілікті деп есептейді. Нарық тиімді жұмыс істейді деп ойлайды. Содан кейін осы болжамдарға сүйеніп мемлекеттік саясат жасайды. Ал шынайы өмірде кедей адамдардың алдында кедергі өте көп. Ақпарат тең емес. Жүйелер дұрыс жұмыс істемейді. Нарықтық механизмдер бұрмаланады. Сондықтан қағаз жүзінде мінсіз болып көрінетін саясат іс жүзінде мүлде басқа нәтиже беруі мүмкін. Бұдан қандай сабақ аламыз? Ауқымды әрі бәрін бірден шешетін ғажайып шешімдерге сене беруге болмайды. Бұл дүниеде кедейлікті бір ғана әдіспен бір жола жоятын әмбебап құрал жоқ. Шын мәнінде нәтиже беретін нәрсе сырт көзге елеусіз көрінетін кішкентай өзгерістер. Нақты мәселені нақты талдау. Тәжірибе жасау. Қателесу. Нәтижені бақылау. Содан кейін тәсілді қайта өзгерту. Бұл қағида тек кедейлікпен күреске ғана қатысты емес. Ол біздің күнделікті өмірімізге де қатысты. Үлкен мәселеге тап болған кезде бірден мінсіз шешім іздеудің қажеті жоқ. Үлкен мәселені кішкентай мәселелерге бөліп, оларды бір-бірлеп шешу керек. 5-ші бөлім. Кедей адамның шынайы психологиясы. Енді кітаптың мен үшін ең құнды бөлігіне келдік. Бұл кедей адамның шынайы психологиясы және одан қарапайым адамдардың алатын сабағы. Бұл кітапты оқып шыққаннан кейін менде қалған ең маңызды ой: кедей адамдардың бізден түбегейлі айырмашылығы жоқ. Олар басқа жаратылыс емес. Олардың ақыл-ойы да, адамгершілігі де, сезімі де біздікінен өзгеше емес. Олардың сырт көзге қисынсыз көрінетін шешімдер қабылдауының себебі олардың өмір сүріп отырған ортасының тым ауыр болуы. Адамды сондай жағдайға қойсаңыз, ол да дәл сондай шешім қабылдайды. Кітапта менің ерекше есімде қалған бір ой бар. Кедей адам неге тырыспайды деп сұрамауымыз керек. Оның орнына, неліктен ол үшін тырысу соншалықты қиын деп сұрауымыз керек. Күн сайын келесі тамақты қалай табатыныңызды ойлап жүрсеңіз,
балаңыз ауырып, бірақ дәрігерге апаруға ақшаңыз жетпесе. Кез келген уақытта бұзылып, орнына жаңа үй салынатын лашықта өмір сүрсеңіз. 10 жылдан кейін немесе 20 жылдан кейін не болатынын ойлау өте қиын. Кедейлік жай ғана ақшаның жетіспеуі емес. Ол үздіксіз қысым. Созылмалы алаңдаушылық. Болашаққа деген үміттің азаюы. Осындай жағдайда адам қысқа мерзімді ойлауға бейім болады. Ол дәл қазір қуаныш әкелетін нәрсені таңдауға ұмтылады. Ұзақ уақытпен күшті талап ететін нәрселерден бас тартады. Бұл адамның мінезіндегі кемшілік емес. Бұл адам миының қысым жағдайындағы табиғи реакциясы. Мұның бізге қандай қатысы бар? Меніңше, бұл кітаптан кем дегенде 3 маңызды сабақ алуға болады. Бірінші сабақ: адамды бірден айыптамаңыз. Біреудің өзіңізге ақымақ болып көрінетін шешім қабылдағанын көрсеңіз, бірден оны сынамаңыз. Алдымен оның қандай жағдайда өмір сүріп жатқанын ойлап көріңіз. Бізге түсініксіз болып көрінетін әрекеттің артында біз білмейтін себептер жатады. Бұл кітап маған эмпатияның, яғни өзгенің жағдайын оның көзімен түсінудің маңызын көрсетті. Бұл біреуді жоғарыдан қарабаяу емес. Бұл шын мәнінде басқа адамның орнына өзіңізді қойып, оның қиын жағдайын түсінуге тырысу. Екінші сабақ: қоршаған орта ерік-жігерден маңыздырақ. Кітапта қайта-қайта айтылатын негізгі ойлардың бірі: адамның мінез-құлқын өзгертудің ең тиімді жолы оған ақыл айту емес, қоршаған ортасын өзгерту. Кедей адам ақша жинай алмай ма? Оған құлыпталатын ақша жәшігін беріңіз, ол ақша жинай бастайды. Кедей отбасы баласын вакцинаға әкелмей ме? Оларға аз ғана жасымық беріңіз, вакцина алатындардың саны бірден өседі. Кедейліктің мәні қорытынды бөлім. Сол аз ғана сыйақы үшін олар балаларын вакцина алуға келді. Бұл қағида бізге де дәл солай қатысты. Егер жақсы әдет қалыптастырғыңыз келсе, тек өзіңізді тәртіпке салуға сүйенбеңіз. Оның орнына қоршаған ортаңызды өзгертіңіз. Жақсы әдетті орындауды жеңілдетіңіз. Ал жаман әдетті орындауды қиындатыңыз. Мысалы, телефонды аз қолданғыңыз келсе, оны басқа бөлмеге қойып қойыңыз. Бұл күн сайын: бүгін телефонды аз қолданамын деп өзіңізге ант бергеннен әлдеқайда тиімді. Үшінші сабақ: көзге көрінбейтін тұзақтардан сақ болыңыз. Кедей адамдардың кедейлік тұзағына түсуінің бір себебі, ол тұзақтың бар екенін өздері байқамайды. Олар өздері дұрыс таңдау жасап жатырмыз деп ойлайды. Ал шын мәнінде сол таңдаулары қиын жағдайларын одан әрі күшейтіп жатады. Біз, қарапайым адамдар, материалдық кедейлікке тап болмасақ та, әртүрлі тұзақтарға түсуіміз мүмкін. Ойлау тұзағы, эмоция тұзағы, әдет тұзағы. Бұл кітап бізге өз таңдауымызды үнемі қайта қарап отыру керектігін еске салады. Өзімізден сұрайық: менің бұл шешімім шынымен маған пайдалы ма, әлде ол тек дәл қазір өзімді жақсы сезінуге көмектесіп тұр ма? Соңғы уақытта интернетте жастардың ештеңеге ұмтылмай, жай өмір сүруі, тұтынуды азайтуы және болашаққа деген сенімсіздігі туралы көптеген пікір айтылып жүр. Менің ойымша, бұл кітап осы құбылыстарды түсінуге жақсы мүмкіндік береді. Адам қанша тырысса да, ешқандай нәтиже көрмейтінін сезінген кезде, ол ұзақ мерзімді жоспар құрудан бас тартып, дәл қазіргі сәттегі кішкентай қуаныштарға ұмтылады. Бұл жалқаулық емес. Бұл адам табиғатына тән реакция. Мәселені шешудің жолы жастарды жеткілікті тырыспайды деп кінәлау емес. Керісінше, олардың еңбегін мағыналы ету керек. Болашақты күтуге тұрарлықтай ету керек. Осы жерде кітаптағы негізгі ойлардың бірін еске түсіргім келеді. Авторлар кедейлікпен күрестегі ең маңызды нәрсе кедей адамға жай ғана ақша беру емес екенін айтады. Ең маңыздысы оған үміт беру. Адам өзінің еңбегі нәтижесіз қалмайтынына сенген кезде, ол болашағын ойлай бастайды. Ал жақсы өмірге апаратын нақты жолды көрген кезде, сол болашаққа дайындала бастайды. Бірақ мұндай үміт бос ұранмен қалыптаспайды. Оны нақты жағдайлар арқылы қалыптастыру керек. Мысалы, тұрақты жұмыс орындары, әділ білім беру жүйесі, сенімді медициналық көмек, тиімді әлеуметтік қолдау. Енді әңгіменің басындағы сұраққа қайта оралайық. Неліктен кедей адам кедейліктен шыға алмайды? Бұл кітап бізге кедейліктің қарапайым мәселе емес екенін көрсетеді. Кедейлік бір-бірімен байланысқан көптеген ұсақ мәселелерден тұратын тұтас жүйе. Олардың әрқайсысы адамды қайтадан төмен қарай тартатын тұйық шеңбер құрайды. Бұл шеңберді бұзу үшін әлемді төңкеретін алып жоспардың қажеті жоқ. Керісінше, әрбір кішкентай кезеңді мұқият зерттеп, оны біртіндеп жақсарту қажет. Ал біз үшін бұл кітаптың ең маңызды сабағы қандай? Сіздің қоршаған ортаңыз сіздің таңдауыңызға, өзіңіз ойлағаннан әлдеқайда қатты әсер етеді. Ал қоршаған ортаға енгізген кішкентай ғана өзгеріссіз ойлағаннан әлдеқайда үлкен нәтиже беруі мүмкін. Егер қазір өзіңізді қандайда бір қиындықтың ішінде жүргендей сезінсеңіз, қанша тырыссаңыз да бір орында айналып жүргендей болсаңыз, өзіңізді жеткілікті тырыспадым деп кінәлауға асықпаңыз. Алдымен айналаңызға қараңыз.
Сізге не кедергі болып тұрғанын анықтаңыз. Кейде бір ғана кішкентай өзгеріс жеткілікті. Құлыпталатын ақша жәшігі. Алдын ала қойылған еске салғыш. Сізбен бір мақсатқа ұмтылатын дос. Осындай қарапайым нәрселер адамның көзге көрінбейтін кедергіден өтуіне көмектеседі. Біздің ешқайсымыз сырғанақпен жоғары қарай бар күшімізбен өрмелеп, қайта-қайта төмен сырғып түсетін адам болғымыз келмейді. Бұл кітаптың бізге үйретері. Кейде ең ақылды шешім одан сайын қатты күш салу емес. Алдымен тоқтап, аяғыңызды нық басатын баспалдақ бар ма, соған қараңыз. Жаныңызда ұстайтын тұтқа бар ма, соны іздеңіз. Әлемді өзгерту қиын. Бірақ өзіңіз өмір сүріп жатқан шағын әлемді өзгерту соншалықты қиын емес. Соңында сіздерге бір ой қалдырғым келеді. Кедейлік тағдыр емес. Ол бұзуға болатын тұзақ. Шындыққа көзін ашып қарауға дайын болған әрбір адам өзіне апаратын жолды табады. Ал сіз бұл кітаптың негізгі ойы туралы не ойлайсыз? Пікіріңізді комментарийде бөлісіңіз.